Apple iMac and iPad Pro M1. Кеттік. Қосың болғаныма қарып тұрма, мәменің отының сенің отыңа. Баршаға ассалаумағалейкум. Осыдан шамамен бір ай бұрын Apple компаниясы өзінің кезекті көктемгі презентациясын ұсынды. Ол презентацияда жаңа Apple TV, AirTag, iPhone 12-ның жаңа Purple цветін, iMac және iPad Pro-ның жаңа түрлерін ұсынды. Видеоның басында айтып кеткен екі техникадан басқасы мені қызықтырмады, өйткені оларды кім алады деп ойладым. iMac пен iPad Pro-ны алатындар да шамалақ, бірақ осы жолғы олардың ішкі өзгерістері сіздерді таңғалдыратынына сенімдімін. Техника әлеміне кішкене де болса жақын болсаңыз, өткен күзде Apple өзінің жаңа MacBook-тарын ұсынып, өзінің жаңалығымен әлемді таңғалдырған болатын. Ол жаңалық Apple-ды Intel-ге деген тәуелділіктен құтқарды. Өйткені Apple өзінің ғана техникаларына қойылатын жаңа өзіндік процессор ойлап тапты. Ол процессордың айырмашылығы оның архитектурасында. Өйткені алдыңғы процессорлардың барлығы x86 архитектурада жасалса, дәл қазіргі жаңа процессор ол қолымыздағы телефондарымыздағы қойылатын процессор сияқты ARM архитектурада жасалған. Оның айырмашылығы неде? Барлығына белгілі, біз компьютер жинайтын болсақ, оның бөлшектерін, яғни центральный процессор, видеокарта, оперативная память, негізгі жадын бөлек-бөлек сатып алып, оны қосатын едік. Нәтижеде толыққанды компьютер шығатын. Бұл процесс x86 архитектуралы чипке тән, ал ARM архитектурада осылардың барлығы бір кристалда жиналған болады. Оны чиптағы жүйе деп атайды, ал түсініктірек болу үшін оны система на чипе деп атайды. Яғни барлығы бірге әрі тығыз орналасқан. Соның нәтижесінде олардың күштілігі мен жылдамдығы еселеніп артады. Өйткені ақпарат алмасу үшін жолдың қысқаруы себеп болады. Мысалы, материнкадағы озу, негізгі жады, видеокарта мен негізгі процессордың арақашықтығы мен Apple-дың жаңа ұсынған M1 чипінің ішіндегі дәл сол компоненттердің арақашықтығына қарасақ, барлығы түсінікті болады. Және де физикалық заттардың кіші болуына байланысты компьютердің немесе басқа техниканың корпусы жіңішкереді, және де бағасы арзандайды. Apple-дың ARM архитектурасында шығарған жаңа процессоры түсінікті болды деп ойлаймын. Енді ары қарай iMac пен iPad Pro-ның обзоры жайлы тыңдаңыздар. iMac 2021 не өзгерді? Жаңа дизайн, корпус, процессор және жаңа түстер. Осы жылғы iMac өзінің дизайнымен қатты таңғалдырды. Өйткені ол бұрынғы iMac-тардың қасында өте әдемі көрінетін болды. Оның корпусының қалыңдығы 1,25 см-ге дейін кішірейді, және де ол барлық жерінде бірдей қалыңдықта. Егер білсеңіз, алдыңғы iMac-тардың қалыңдығы бұдан почти 2 есе қалың болатын. iMac-тың экранның размері 24 дюйм. Оның сапасын жақсарту үшін Apple-дың инженерлері жақсы жұмыс жасаған, оның разрешениесін 4480-ге 2520 пиксельге дейін жеткізді. Нәтижеде ол экран 4.5К Retina деген атқа ие болды. Және де экранда True Tone бар. Ол True Tone экранның цветтің температурасын сіздің отырған жеріңізге байланысты өзгертеді. Нәтижеде сіздің көзіңізге түсетін нагрузканы азайтады. iMac-тың экранның рамкалары почти 2 есеге дейін кішірейді. Соның арқасында осы жолғы 24 дюймді iMac-тың сыртқы размері өткен жылғы 21,5 дюймді iMac-тың сыртқы размерімен теңесті, яғни ыңғайлырақ болды деген сөз. iMac-тың веб-камерасы бұрыннан 720p болатын. Осы жолы ол да жақсарды, яғни 1080p-ге дейін, Full HD-ге дейін күшейді. Оны дыбыспен 3 жақтан 3 микрофон қамтамасыз ететін болады. iMac-тың артқы жағында моноблокты қосатын кнопка, оны токпен қосатын орталық сымы және 2 немесе 4 USB порт болады. Яғни төменгі конфигурацияларда 2 USB 3, ал жоғарыларында 2 USB 3 және 2 Thunderbolt 4 бар. Және де бұл iMac-та студиялық сапалы беретін 2 динамикте орнатылған. Ал процессор орнына дәл MacBook Pro 13-тегідей процессор орнатылған. Видеоның соңында процессор жайлы толық түсіндіретін боламын, соның үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Маған өте қызық болғаны ол түстер болды. Осы күнге дейін тек сері немесе қою сері түсте шығып келген iMac неліктен бірден 6 қосымша түске ие болды. Олар қызыл, сары, жасыл, көк, оранжевый және фиолетовый. Бірден ойға келетін ол әрине LGBT. Өйткені LGBT-ның флагындағы түстер мұна iMac-тың түстерінің арасынан серияда алып тастағанда дәл реттілігімен шығып отыр. Apple-дың бұған қатысы бар деп айту қиын, бірақ жоқ деп те айтуға болмайды.
iPad Pro 2021 не өзгерді? По идее, оншалықты айырмашылығы жоқ. Айырмашылық тек экранның дисплейі мен процессорында болып тұр. Қалған жерінде сол баяғы iPad 2020. Экранның размерлері 11-де және 12-де 9 дюймді. Айырмашылық дисплейде. Өткен жылғы iPad 2020-да дисплей Liquid Retina деп аталса, осы жылғысында Liquid Retina XDR дисплей қойылған. Оның айырмашылығы тек қана HDR қолданылған сценаларды ғана цветопередачасы жағынан iPad 2020-ға қарағанда жақсырақ береді. Процессор жайлы айтатын болсақ өте қызық. Видеоның басында айтып кеткен Apple M1 чипі енді Apple'дың барлық техникаларына қойылып жатыр. Олардың қатарына MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, iMac енді iPad Pro'да қосылды. Бұлай қарап отырсақ, iPad Pro'ның ішінде iMac пен MacBook'тың ішіндегі мощность бар деген сөз. Яғни iPad енді жай ғана планшет емес, тіпті компьютер деуге де келеді. Apple M1 чипінің мощности графикалық жұмыстарға да және басқа да күрделі жұмыстарға шыдап бере алады. Тіпті Intel'дің Core i5, Core i7-нің кейбіреулерін тестте ұтып жатыр. Жалпы Apple M1 чипінің центральный процессоры 8 ядерлі. Оның 4-еуі мощный, 4-еуі орташа мощностьпен. Одан бөлек 8 ядерлі графикалық видеокарта бар, және де 16 ядерлі Neural Engine дейтін жүйеде орналасқан. Және де осы чиптің өзінде жады, негізгі жады орналасқан, оның көлемі 128 гигабайттан 2 терабайтқа дейін конфигурацияларға бөлінген. Осы күнге дейін Apple өзінің iPad-терінің оперативной память неше гигабайт екенін жарияламаған еді. Apple M1-дің процессорының қойылуымен бірге олар оперативной памяттің 8 немесе 16 гигабайтты бола алуын айтты. Ал енді қорытындыласақ, жалпы Apple компаниясының осы презентацияда ұсынған техникалары мені қатты таңғалдырды. Өйткені жап-жаңа дизайндағы iMac және компьютерлі мощностьпен шыққан iPad болды. Олар менің ойымша өте қатты сәтті шықты. Және де енді iMac-ты түстерін таңдап тұрып сатып алса болады. Ал iPad өз алдына компьютерлерге қарсылас болып алды. Тіпті Apple-дың өзі шығаратын MacBook-тарына қарсылас болды. Өйткені мощность жағынан бірдей, ал iPad бір-екі жағынан ыңғайлырақ болуы да мүмкін. Жалпы ақпарат осы. Егер видео ұнаған болса, лайк басамыз, комментарий жазамыз және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош сау.